Комикс кітапшасын сіз де жасай аласыз әріптес, ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ChatGPT-ға кіріп, Атымтай Жомарт әңгімесін енгізіп, астыңғы жағына осы мәтінді сюжеттік комикс мәтіні желісінде жазып берші деп промптты енгіздік. Ол әрбір кадрға бөліп дайындады. Одан соң осы бойынша суреттерге промпт жазып берші деп сұрағандықтан қазақ тілінде жасады, бірақ ағылшын тілінде керек болған соң, одан соң на английском деп жазамыз. Сонда жаңағы кадрлардың барлығын ағылшын тіліне аударып промпт жазып береді. Промптты өзімізге копировать етіп аламыз. Одан соң осы промптты Gemini бағдарламасына апарып вставить етіп салатын боламыз. Және кішкене күткеннен кейін біздің сұранысымыз бойынша фотоны өңдеп шығарып береді. Одан соң фотоның үстіне басқаннан кейін оны скачать етіп өзіміздің телефонымызға жүктеп аламыз. Содан соң Canva-ға кіріп, осы жерде еще деген батырманы басатын болсаңыздар, астыңғы жағына түсіп, обложка книги дегенді таңдайсыздар. Обложка книгиді таңдаған кезде бізде жаңа бет ашылатын болады. Осы жерде жаңағы жүктеген әрбір кадр бойынша фотоларды загрузки бөлімі арқылы енгізіп аламыз. Загрузки, загрузить файл, устройство, медиатека деп жаңағы фотоларды енгізетін боламыз. Енгізілген фотоның үстін бір рет басатын болсаңыздар, ол жаңа бетте пайда болады. Үш нүктенің үстін басып, установить изображение как фон десеңіздер, ол толық бетті алады. Егер қажет болмаса, жаңағы үш нүктенің үстінен басып, убрать дегенді басасыздар да, өздеріңізге қажетті формада ыңғайлап реттеп қойып ала аласыздар. Одан кейін текстті басу арқылы ол жерде сіз өзіңіз мәтіндерді жаза аласыз. Және элемент деген бөліміне рамка для комикса деп жазатын болсаңыз, әртүрлі рамкаларды шығарып беретін болады. Осының ішінен өзіңіз қалаған рамканы таңдап алып, оны суретке әдемілеп келтіріп қойып, осының ішіне текст жазу арқылы әрмен қарай өңдей аласыздар. Ал мен сіздерге қазір дайын комикс кітапшасын көрсететін боламын. Бұл жерде Ыбырай Алтынсарин әңгімелері Атымтай Жомарт әңгімесіне көрсетілген. Одан кейін скачать батырмасын басып, PDF форматта өздеріңіздің телефондарыңызға жүктеп аласыздар. Одан кейін Google-ға heizin.com деп жазып, соған өздеріңіздің Google аккаунттарыңызмен тіркеліп, загрузить деген жерде жаңағы PDF форматтағы файлдарыңызды енгізесіздер. Сонда сіздерде осындай электронды комикс кітапшаларыңызды дайындап шығарып беретін болады. Ақпарат пайдалы болса өзіңе сақтап, парақшама тіркелуді ұмытпаңыз.